Сіздер ме, шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым анара, нұрақан. Торонтоға көшіп келдіңіз келе ме? Канаданың астанасы Торонтоға көшіп келдіңіз келе ме? Осы тақырыптарға қызығатын болсаңыз, бүгінгі видеоның соңына келсең көріңіз. Бүгін Канада Онтарио өлкесіне қалайдан көшіп келуге болады деген тақырыпты талқылап өтеміз. Біз айтып өттік, Канадада 13 өлке бар. Кейбір жағдайда 11 өлке деп айтып жатады, өйткені кейбір Ньюфаундленд, Лабрадор, оларды қосып айтуға болады, болмаса екі оқшамайтын өлке деп айтуға болады. Сондықтан кейбір жағдайда 11 болмаса 13 өлке бар деп айтылады. Сонымен әрбір өлкеде өзінің шетелдегі азаматтарын өзіне қарай тарту амалдары бар. Бүгін біз айтып өтетін Provincial Nominee Program. Әрбір өлке өзі сырттағы тұрған шетел азаматтарын, болмаса шетел оқушыларын өзінің өлкесіне қарай қалайдан алып қалу, болмаса қалайдан өзіне қарай тарту программдары бар. Бұл жерде біз skills, education, work experience судардың бәріне қарайды. Мысалы, сіздің оқу тарихыңызға, қызмет тарихыңызға, болмаса өзіңіздегі қабілетіңізге қарайды. Бұл Канаданың экономикасына, болмаса әрбір өлкеге деген қандай өзіңіздің үлесіңізді қоса аласыз деген соны қарай отыра жасалған програмдар. Біріншіден, әрбір өлке жаңағы айтып өткен сіздің қабілетіңізге қарайды. Екіншіден, want to live in the province. Сол өлкеге өзіңіз тұрақты тұрғыны болғың келеді дейтін өзіңіздің ынтаңызды білдіруіңіз керек. Мысалы, кейбір адамдар шетел өлкелерге келеді. Бірағында уақыт өте келе бір жарым жыл тұрып, болмаса бір жыл тұрып, басқа өлкелерге көшіп кетеді. Бұл заңды түрде болады. Бірағында әрбір өлке өзіне осы сырттан әкелген қызметкерлері, болмаса оқушыларды өзінің өлкесіне алып қалғысы келеді. Сондықтан сіз өзіңіз білдіруіңіз керек, мен бұл өлкеде ұзақ уақытта тұрамын. Енді бірі және айтып өттік, қандай адамдарды өзіне қарай тартады. Кейбір программдар оқушылар тартады. Мысалы, шетелдік оқушылар бір провинсқа келген кезде, бір өлкеге келген кезде ол жерде үйрену, оқыты, жоғары қабілеттерін өздерін көтерді. Одан сырт ол өлкеде біраз уақыт тұрғаннан оған үйірленіп қалды. Екіншіден, business people, бизнес адамдардың өзіне қарай тартады. Үшінші, skilled worker, жоғары қабілетті қызметкерлерді. Төртіншіден, semi-skilled workers, орта дәреже қабілетті қызметкерлер өзіне тартады. Әрбір өлке, әрбір программ өзінің қызыққан, болмаса өзіне шақыртылысы келген адамдар оқшылайды. Кейбіреуі оқушыларға арналған, кейбіреуі бизнес қызметкерлерге арналған, кейбіреуі жөн қарапайым қызмет, қара жұмыс қызметтерді сол өзіне тартқысы келетін программ. Сондықтан сіз Канадаға, болмаса бір өлкеге келем, көшіп келем, болмаса қызметке келем дейтін болсаңыз, біріншіден өзіңіз білуге тиісті, қайсы программаға ұнайды, соны дұрыс түсініп, дұрыс таңдау керек. Ал бүгін біз айтып отырғанымыз қалайдан Онтарио өлкесіне көшіп келуді. Ол өлкелердің ішінде көп қалалар бар, кішкентай қалалар бар. Бірақ біз бәріміз білетін Торонто қаласы, Канаданың астанасы Оттава, осы Онтариоға жатады. Онтарио өлкесінің ішіндегі қалалар. Сонымен қалайдан тапсыруға болады? Бірінші, біздің әрбір программен ұқсас, біріншісі paper-based process, қағаз арқылы, хат арқылы тапсырсаңыз болады. Екіншісі тұрап арқылы тапсырсаңыз болады. Әзіргі таңда әрине тұрап арқылы тапсыру ең тез, ең қолайлы, өзіңізге де ең оңай тәсіл. Сонымен Онтарио өлкесі қандай адамдарды өзіне тартқысы келеді? Біріншісі PhD graduate stream. Ол сол Онтарио өлкеде оқу бітірген шетел оқушылар. Бітіргеніңіз graduate program болу керек. Graduate дегеніміз мастерлік программдағы бітірдіңіз, болмаса PhD дегрейіңізді алдыңыз. Жоғарғы түрдегі шетел оқушыларын өзіне алып қалу біріншісі. Екіншісі French speaking skilled worker stream. Сіз Франция тіл білген болатын болсаңыз, Франция тіліңізді ол өзіңіздің негізгі қабілетіңіз болатын болса, Франция тіл білесіз, Франция
тілге қатысты қызметтерді істедіңіз, өзіңіздің үйрену тарихыңызда франция тілге қатысты болатын болса, сіз French speaking skilled worker stream осы программ арқылы Ontarioға келуіңізге болады. Үшіншісі human capital priority stream. Бұл негізгі жақтан адамның талантына байланысты. Әрбір жақтан бағалайды, сіздің оқу тарихыңызға қарайды, үйрену қызмет тарихыңызға қарайды. Одан сырт сіздің қолыңызға алған дипломдарыңызға қандай тіл білесіз, Франция тілден нәтиже бар ма, сіз қанша адам келесіз, қанша ақша алып келесіз. Одан сырт әрине жасыңыз қаншалықты, өйткені ол жасырақ болған кезде Канаданың экономикасына, мемлекеттің дамуына тіпті де көп мүмкіншілік болады, тіпті де көп қызмет істеуге болады деп есептейді. Осыған бәрі жан-жақтылы қарап отыра, сізді Human Capital Priority Stream осы программа арқылы Ontarioға келуіңізге болады. Одан сырт Ontario өлкесінің өзіне қарай тарту бір кәсіптері бар. Мысалы, компьютер білген адамдарды, әрине бұл жерде компьютер білген дегені жоғары дәрежедегі білу. Мысалы, Computer Information System Manager, компьютер менеджер деңгейдегі адамдарды, жоғары деңгейдегі адамдарды, екіншісі Computer Engineer, компьютер инженерлік істеген адамдарды, Software Engineer, мысалы, компьютерге қатысты applicationдарды жасалатын адамдарды, одан сырт Web Designer and Developer, сайт жасайтын, сайтты жоғары деңгейде develop, дамытатын адамдарды өзіне қарай тарту. Сондықтан бұлардың бәрі жаңағы біз айтқан талантты адамдарды өзіне қарай тарту категорияның ішіне жатады. Төртіншіден, Skilled Trades Stream. Skilled Trades Stream дегені біз өткенде айтып кеттік, нөмір шегі болады. Бұл нөмір шегіне сіз 434-те 460 нөмір аралығында нөмір сегіңіз болатын болса, Ontario сізге шақырту беру мүмкін. Енді бесінші программ Entrepreneurship. Entrepreneur Stream. Entrepreneur дегеніміз бизнес. Мен шұғылданатын адамдарды айтады. Бұл жерде сіз Ontarioға келгіңіз келетін болса, өзіңіз бұл жерге бизнес бастаймын. Әрине сізде өте қанық бизнес планыңыз болу керек. Не істеймін, не үшін оны талдадым, қанша уақыт істеймін, қанша уақытта қаншалықты өнім болады, оның қаншалықты пайдасы болады, оның бәрін өте қанықты бизнес планыңыз болу керек. Біріншісі. Екіншісі, бұл жердегі existing бизнесті сатып алу. Мысалы, бұл жерде сатылып жататын бизнестер болады, әрине, кейбір компаниялар өзінің компанияны қайтадан сататын болады, сондықтан оны сіз сатып алатын болсаңызда, Ontarioға Entrepreneurship программ арқылы келуіңізге болады. Үлкен жақтан айтып өтейік, бүгінгі таныстырып отырған Канадаға қалайдан сыртта тұрып келуге болады дейтіннің мемлекетінге емес, бір өлкелік. Бұл жердегі өлкеміз Ontario, бұл Канадаға ең үлкен өлкелерінің бірі, біз білетін ең үлкен мықты экономика дамыған қалалардың бәрі осы өлкеде тұрады. Одан сырт Астанада осы өлкеде. Бұл өлкеге неше түрлі жолдармен келуге болады. Және айтып өткен 5 түрлі жолдармен. Біріншісі, сіз осы өлкелерге келіп, University College бітірген жағдайда, ол әрбір программ емес, кем дегенде 2 жылдан артық уақыттағы магистрлық. Екіншісі, French speaking skilled worker stream. Франция тіл білген жағдайда өзіңіздің істеген қызметтеріңіз, болмаса үйрену тарихтарыңыз бәрде Франция тілмен қатысты болған жағдайда. Үшіншісі, жаңағы компьютер. Сіз компьютерға қатысты, информаtionға қатысты, софтуэрді жасай алатын. Төртіншісі, skilled trades stream. Бұл жерде біз жаңа айтып өттік, сіз мемлекеттік деңгейдегі экспресс энтриға нөміріңізді қоссаңыз, 434-те 440 нөмір аралығында болсаңыз, сізге Ontario шақырту хат беруі мүмкін. Ең соңғысы Entrepreneurship. Бұл жерде бұл сіз Ontarioға келіп бизнес бастау, болмаса осы жердегі бір бизнесті сатып алу мүмкіншілік. Осы 5 түрлі программ арқылы Ontarioға көшіп келуіңізге болады. Бұл жердегі көшіп келу, әрине айтқаны ұзақты тұрғыны болу. Сонда application process, негізгі басып өтетін
басқыштары қандай? Бірінші, әрине сіз өзіңіз қайсы программа жаңағының 5 түрдің қайсысына өзіңіз лайық екенін нақтылап талдауыңыз керек. Екіншісі, торап арқылы өзіңіздің аккаунтыңызды жөндеуіңіз керек. Оған ішіне толықтыруға қатысты өте көп өзіңіздің жекелік information, жекелік жағдайларыңызды толтырып жазуыңыз керек applicationға. Енді бірі қанша ақша кетеді. Өйткені бұл Онтарио ең бәрі өлкелердің ішіндегі өзінің талабы да ең жоғары, application тапсыратын ақшасы да ең жоғары, $1500–2000 аралығында. Ол жаңағы басқа түрдегі програмда төртеуіне, алдыңғы төртеуіне $1500–2000 жөн документіңізді тапсыру ақшасы. Бизнес ашам, болмаса бизнес сатып алам дейтін адамдарға оның application жөн ғана документтерін тапсыру $3500 Канада долларымен. Сонымен сіз осыларға тапсырған соң, әрине сіз лайықсыз ба, лайық емессіз ба, соған қарай отыра өттіңіз, болмаса өтпедіңіз деп Provincial Nominee Program сізге бір нөмір береді, өтетін болсаңыз сізді шақырту береді. Шақырту алдыңыз деген сөз сізге 600 нөмір мемлекет сыртында тұрып 600 нөмір қосып береді. Бұл нөмірді қалай істетесіз дегенде, бұл нөмірді алып Канаданың мемлекеттік деңгейдегі Express Entry Profile, Express Entry біз өткенде айтып өттік, тағы да айтарым. Оны көрмеген болсаңыз әдетте тексеріп көріңіз. Express Entry'дің ішінде сіз өзіңіздің барлық информацияңызды кіргізіңіз, сізге нөмір береді, нөмір шегіңіз жетпей қалған жағдайда сіз бір өлкеге тапсырған, өлке сізге қызып, сізге шақырту берем деген жағдайда, одан 600 нөміріңізді жаңағы мемлекеттік нөмірге қосасыз. Сондықтан сол арқылы сыртта тұрып, шетелде тұрып, Канадаға оның permanent resident болып кіре аласыз. Тағы бір айтып өтер, сізді бір өлке сізге шақырту берген жағдайда, сіз міндетті түрде өтетін боласыз. Өйткені мемлекеттің беретін нөміршегі бұл жерде сіздің жасыңызға қарай, қызмет тарихыңызға қарай, тіл тарихыңызға қарай, бәріне қарай сізге нөмір береді деп айтып өтіп, ода нөміршегіңіз жетпей қалған жағдайда бір өлке сізді алған дейтін болса, нөмір қосылады. Сондықтан оның беретін нөмірі 600 нөмір, әрине сіз жаңағы Express Entry'дағы нөміріңіз жоғарылады деген сөз, сіз өттіңіз деген сөз, PR алуыңызға болады. Тағы бір айта өтер, Онтарио өлкенің өзінің талаптары жоғары. Сен айттық, сіз бизнес ашуыңыз керек, болмаса бұл жерден PhD, үлкен докторлық дегрейіңізді алып шығуыңыз керек, болмаса әрқандай жағдайдағы сіздің шарт жағдайыңыз өте жақсы болу керек, франция тіл білуіңіз керек, оның шарт жағдайлары өте ауыр. Сондықтан сіз өзіңізге лайық, қайсы өлке өзіңізге лайық, қайсы өлкеге тілге деген талабы, болмаса қанша ақша алып келеді дейтінге талаптары онша жоғары емес, соны нақты түсінуіңіз керек. Ал Онтариоға келу үшін сіз қанша ақша алып келуіңіз керек? Бір адам болатын болса $12960, екі адам болатын болса $16135, үш адам болатын болса $19836, төрт адам болатын болса $24083. Сондықтан Онтариоға келу үшін сізге қаржыңыз да көп болу керек, қабілетіңіз де жоғары болу керек. Бұның талаптары біршама жоғары деп ойлаймын. Сондықтан сіз әрбір біз таныстырған програмдарды нақтылап түсінуіңіз керек, өзіңіз қайсына лайық екенін білуіңіз керек. Әрбір програмды түсіну керек деп ойлаймын. Сонда сіз салыстырмалы түрде қайсы өзіңізге тиімді, соны біле алатын боласыз. Сонымен біз бүгін Канада Онтарио өлкесіне қалайдан көшіп келеді деген тақырыпты айтып өттік. Оның астында 5 оқшамайтын программ бар. Өзіңізге лайық қайсы программ екенін нақтылап түсініп көруіңізге болады. Әрине біз бұны үлкен жақтан түсіндірдік. Әрбір програмның өзінің де жіңішке түрдегі өте конкрет талаптары бар. Оны біз сіздің қажетіңізге қарай отыра таныстыратын боламыз.
әлде сіз сұрақтарыңыз бар болса комментарийға жазыңыз. Одан сырт біздің каналымызды қолдаңыздар. Өзіңізге керек болса, болмаса біреулерге керек болмаса тарқата жүріңіз. Біздің видеолар біздің каналға әлі жазылмаған болатын болса, сөзсіз жазылыңыз. Қоңыраушаны басып қойыңыз, сонда біздің әрбір видеодарын уақытында көре алатын боласыз. Одан сырт өзіңізге жақсы ұнаған болатын болса, сөзсіз лайк басыңыз. Сонымен сізбен бірге болған Анара Нұрақан қызы. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыз. Рахмет.